Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бір магазинге шықпай, 2-3 күн үйде отырып қалатын кездер болады ғой. Бір сол кезде не жасайым, не пісірем деп холодильникті бір ақтарғанда бір түбінде қалған бірдемелерден әйтеуір бірдеме шығарып жасайсың. Сол сияқты менде холодильнигімдегі біразғандай бір тағамдарды тауып, содан бір әдемі бір зат шығарғым келіп ойластырып жатырмын. Сол менімен бірге болыңыздар. Бірге бір әдемі салат жасап көрейік. Енді бір жалғыз ғана қияр қалыпты. Сол қиярды пайдаланып жатырмын. Ең көбі осы қияр. Үлкен қияр болғаннан кейін молынан осы қияр. Салатымның басты құрамы осы қияр болады деп жатырмын. Қиярды мен осындай бір ерекше қылып турап алдым. Енді бір 3 түйір саңырауқұлақ қалып қойыпты. Сол саңырауқұлақты пайдаға асырып деп тұрмын. Уже кәдімгідей енді формасын жоғалтайын деп тұр екен, бірақ жақсы состояниесі, жағдайы жақсы. Сосын бұны да қуырып тастайын ғой деп пайдаланып тастап жатырмын. 1 түйір болгар бұрышы. Осылардың бәрін пайдаланып тоңазытқышымды босатып жатырмын. Бұны да мен енді қиғаштап соломка қылып турап алдым. Енді біразғантай ғана бір брокколидің да бір бөлегі қалған екен. Өткенде жасаған салатымнан қалған. Осы капустамды да пайдаға асырып тастайын деп жатырмын. Бұл да өте пайдалы. Мен үнемі магазинге барған сайын алам. Осындай уақ помидорлар көрсем тұра алмаймын. Міндетті түрде базардан әйтеуір басқандай болса да алып қоям. Бір керегі болып қалады, іздегенде табылмай қалады деп. Сол осы біразғандай помидорда қалған екен. Біздер көптен бері үйде жоқ едік. Жолаушылап шығып кетіп, үйге келіп атырғанымыз. Сол үйде қалған тағамдарымды пайдаға асырып тастап жатырмын. Енді біразғандай суға тұз салып, брокколиларымды қайнатуға қойып қойдым. Жұмсарғанша ғана қайнатамын. Оған дейін заправкамды жасаймын. 2 үлкен ас қасықпен өсімдік майын, 2 ас қасықпен салатный заправка, чили соусын және соя соусын бәрін алып жатырмын. Сондай-ақ тұз, сосын уақталған чеснок бар екен, сонында қосып жіберіп жатырмын. Құрметті менің оқырмандарым, менің арнамда түрлі рецепттер өте көп. Мен өзімнің өмір бойы жинаған тәжірибемменен сіздермен бөліскенді жақсы көрем. Өйткені мен қазір үйде зейнеткерлікте отырған, жұмыстан босаған адам болғандықтан өзімнің хоббим күнбе-күн жақсы әдемі тағамдар дайындап, осы арнаға салып отырғанды жақсы көрем. Сондықтан да менің арнама кіріп, жазылып, тіркеліп, пікір қалдырып отырсаңыздар дегім келеді. Менде брокколиларымды түсіріп алдым. Енді осы саңырауқұлақпенен болгар бұрышында өстіп қуырып алам. Осылайша менің салатым дайын болып қалды. Енді осыларды қуырып аламыз. Содан кейін салаттарымызды жинақтаймыз. Құрметті оқырмандар, осы видеоның астында описание бөлімінде мен барлық видеоларымның жаңағы сілтемелерін қалдырам, кіріп қарауларыңызға болады. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Арнаға тіркелуді, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын.
ертең тағы да жақсы рецепттермен бөлісем. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Мен енді салатымызды жақсылап араластырамыз әбден. Содан кейін әдем ыдысқа саламыз. Негізінде әрбір жасаған жұмысыңды әдемілеп, турап, әдемілеп пайдалана білсең, болғаны керемет дастарханыңыздың сәнін ашатын, көңілді көтеретін әдемі дүние пайда болады. Мен бір кішкентай доп-домалақ помидорлармен әрбір жеңнен қойып араластырып атым, және укроппен жан-жағына қойып әсемдедім, және мен бір кедр жаңғағымен үстіне сеуіп әдемілеп жатырмын. Міне менде осындай салат пайда болды. Салат жасау үшін арнайы дүкенге шаба берудің қажет жоқ. Үйде бір алып қойған заттарыңызды ұқыптап, үнемдеп ұстасаңыз, осыны күнбегін осындай біразғантай дүниеден үлкен дүние шығара бересіздер. Ұнаса, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар деп тағы да айта берейін. Көп рахмет, қош сау болыңыздар.